Ассалаумағалейкум, сіздермен Әлшер Келгенбай және де АКО командасы. Бүгін бізде қызықты челлендж. Әлшер Келгенбай против АКО командасына қарсы. Бізде 5 түрлі тур болады, 5 түрлі челлендж болады. Әр челленджді мен жігіттермен бірге бір ойнаймыз. Егер де мені ұтатын болса, менен еще бонус 5000 теңге сыйақы беріледі. Ең бірінші бізде қараңыздар, лонгшот бар, буллет бар, 1 в 1 бар, сосын пенальти челлендж бар. Одан кейін арқадан допты лақтыратын. Әр қайсыңызбен, получается, біз батылға шығамыз. И соңында кім жеңіске жететінін көрейік. АКО жігіттерінің былайша айтқан кезде скилларын көрейік. Плюс олар мені ұтатын болса, оларға 5000 теңгеден берем. Ал если ничья болатын болса, 5000 теңге менде қалады. Что там, келесіз ба? Давай, ең бірінші бізде Абдимен бастаймыз. Что там, дайынсыз ба? Дайынмын. Өтірік жер жоғынан шығындалады сияқты ғой мен что-то. Кетті ба? Тос. Хорош! Бесін құттос, Қайсы ба? Қана не дейсің? Давай, Абди. Гол ма, гол емес па? Абди осындайға жақсы. Жоғай ондай деп қойды. Қарсаңыз қалай салатын бара. Минус 10.000 теңге кетейін жатыр. Әдемі. 10.000 теңге беріп тұрген ғой. Мен гол соқсам, получается, минус болады, Қисақ кетті! Куда мы летим, деді? США, Канада, Африка, деді. Счастливого пути в Казахстане болып отыр. Одан жақты. Куда мы летим? США. Канада? Африка? Счастливого путешествия в Казахстан. 10.000 теңге, салам алейкум. Енді бірге бер. Без разницы қиын екен. Бізде міне Абдимен ничья получается. 3 попытка. Зато 10.000 теңге. Давай, құтты olsun. Ал бізде келесі ойын Кана. Что там, дайынсыз ба? Давай. Лонгшот давайте. Ақтаңыз. Қолға шығатын кроссовки ғой. Дайынсыз ба? Ана ашып тұрған терезеге кіріп кетті деп айтайын деймін одай қазір. Хорошо. Ана ашып тұрған терезеге кіріп кетіп жүрмесін деп айтайын деймін одай қазір. Ой, братар, саған сөйлем. Салып алып атқан айтамын да. Кана 5 теңге. Ақша сізге Канада. Получается, қазір Кана мені ұтса, мысалы да, ол кезде уже расчет боламыз, ә? 0-0. Кеттік па давай ма? Кана бұлмеш, давай Кана. Еба! Пушка страшная.
Nöller oldu. Решаешь енді. Konuke. O konuke. Burada konuke. Жаман, тауға шығатып красоткам ұрып кетіп жатыр ғой. Дайындалып келсе не болады деп қызым? Қайсыға? Көрейік зашын екенін, давай Канеке. Давай Кана. Кана давай. Бәрі бесіз. Бірге бір абди шаршатып қойды. 5 мың теңге Канаға. Екінші. Ал бізде келесі кезекте Босон. Травмадан енді шыққан бала, Тут достан тұтпасам, что-то болмайды. Эй! Хорош. Хотя бы Дастан сізге шығын алмаймын мен, да? Үйде қоясың, жақсы доп болған кезде айналдырға болатын еді онда. Мен құда летейім. Şu Abdido'mun Kanada 5 мың теңге бар, тамақтан сатып алып. Жақсы болып кетеді да. Маған әлі тоққанда. Бұл не деп айтады? Дастан бір ақ кеткен ғой. Boyla bitip kaldı. Bala cank ketті. Асыл хорош! Болмады десең ешқандай ойында ше. Аппайтын хорош. Травмадан дені шыққан. Дайындалайық. Хорош. Әлішер ағаны ұтамыз. Мен енді МФЛ-дан енді келдім. Вообще тренировка жасаған жоқпын. Зато ойнап келіп жатыр. Зато сразу не болып жатыр да. 2 ай ойнамадым, 2 ай. Аяқ жарамай жатыр, кеп алмай жатыр. Яғни ұтылып қалған адамдардың сөзіміз. Тас қамал біздің Жасыр дейтін қақпашымыз. Ой! Қорғаушымыз. Кет қалай оңшық қал. Мақтаған қыз тойда осырады деген осындай айтады. Осындай кезде айтады. Доптың нашар жоқ деп алмайтын. Жақсы. Асыл лучший игрок на жерде. Нормально. Бұл шанс Жасырге шанс. Ой. Таза защитник қой. Жанк кетті бала, жанк кетті. Сұмдық бұратар. Бұны көмектесе алмайды бұндай момент. Бітесі ба, Жасырға бітесін де қазір кесеңші артынан. Бітесі ғой қарашы. Мықтының ойындауы. Қарашы. Осымен біздің челлендж соңына жетті. Бүгін сіздерге қызықты болды деген ойдамыз. Және де бүгін біз Канаға 5 мың теңге, Абдиға 10 мың теңге получилось. И бүгін бізде тащит еткен мықты, бізде Асылға тоже 5 мың теңге. Жалпы біздің каналдың өсуіне көмектесіп жатқан өзіміздің
арықтауға арналған шайымыз бар. Киловер деп аталатын. Киловерде ашта, арықтауды баста. Біздің аккаунтқа кіріп, сол жақтан киловерде заказ беріп, футболда жаңағындай артық вес шығарып, артық вестен қиналып жүрсеңіздер, киловер шайын ішіп, пожалуйста, өзіңізді лег, жеңіл сезініп, зыр етіп, Мбаппе ұқсап, бух етағап жүрсеңіздер, короче. Сіздерге челлендж қызықты болып деген ойдамыз. Және де осындай челлендж қызықты болса, давайте біздің аккаунтымызға тіркеліп, жігіттердің де аккаунтына тіркеліңіздер. Біз құдай қаласа алдағы уақытта МФЛ-ға және де международный жарыстарға қатысқымыз келеді. Ол үшін бізге сіздерден қолдау керек. Сол айтатынымыз. Тағы да давайте сіздерге де розыгрыш, егер де осы комментарийдің астына күшті идея жазатын болсаңыздар, және де сол комментарийіңізде ең көп лайк болатын болса, біздің атымыздан 5000 теңге сіздерге сыйақы. Ендеше келесі кездескенше аккаунт алға!